Саламатсыздар ма? Бүгін мен пирог пісіргелі отырмын. Бұл өзі бір керемет пирог. Дәмі кәдімгі бір уызды есімізге түсіреді. Бізге керегі 300 грамм ұн, 100 грамм қамыр, бір жұмыртқа және сары май немесе мен маргарин алып отырып, 200 грамм маргарин керек болады. Менікі қатып тұрған маргарин. Маргаринімізді ұнтақтап алдым. Разрыхитель. Енді жұмыртқаны. Қазір морозильникке қоям 20 минутқа. Жаңағы пирогымыздың пирогның үстіне құятын уызымызды дайындаймын. Сметана мен жұмыртқадан. Мынандай менің ыдысым бар. Четін нанын көтереміз. Себебі жаңағы сметанамызды құямыз ғой. Сметана жұмыртқадан, қанттан жасалған сұйығымызды осының ортасына құямыз. Сондықтан нанымызды кішкене көтереміз четін. Енді жаңағы езіп қойған сұйығымызды құямыз. Духовка 180 градус, 30-35-40 минуттар қарап отырасыздар ғой. Міне мынандай пирог пісірдім.